жақсы болады. Достар, баршаңызға сәлем, қайырлы кеш, қайырлы күн, қайырлы таң. Бұл выпускты қай уақытта көретіндеріңізді білмеймін. Дегенмен жақсы болады арнасы кезекті подкаст. Бізде бүгін қонақта Әмір мырза, биотехнолог, ғалым. Және бұл бүгінгі тақырыпта өте өзекті, қоғамда әлі күнге шейін талқыланып келе жатқан тақырып уақыт белдеуі. 1 наурыздан бастап қателеспесем, Қазақстан 5-ші белдеуге өтті. Яғни бірыңғай белдеу. Бірыңғай белдеуге. Барлық қалаларда бірыңғай белдеу. Бұрын түсінбей жүретін болсақ, Ақтауға келдім, уақытым қанша болды деген сияқты мәселелер туындап жатса, қазір барлығымызда бір уақыт. Бірақ қоғамда көпшілікте бір сұрақтар бар. Неге? Бұл ыңғайсыз, балалар ерте тұратын болды деген сияқты мәселелер бар. Сондықтан осы тақырыптың аясында ақырындап сіздің біріншіден түсіндірмеңізді естісек, неліктен бұл керек, немесе қашан қайтаратын болсақ, қайтара аламыз ба деген сияқты дүниелер. Жақсы. Сөз өзіңізде. Неден бастап айтайын, енді сұрақ қоя беріңіздер, біз жаймен деп айта берейік сұрақтарыңызға. Жалпы ауысқалы 1 наурыздан бастап бүгінгі таңда петиция жарияланып 50 000 қол жинап тастады. Және оны үкімет қарастырып жатыр. Уақытты қайтару керек па? Әлде қазір қалай бар, солай қалдыру керек па? Ғалым ретінде сіздің ойыңыз? Менің жеке пікірім, қазір қалай бар, дәл солай қалдыру керек. Яғни бірыңғай белдеуді қалдыру керек. Мүмкін болашақта батыс халқы өзі келсе, мысалы ондайға, мүмкін оларға 4-ші белдеуді қайтарып беру ме деп. Бірақ қазіргі мысалға біздің мемлекетте туындап жатқан жағдайларға қарасты бәріне, соған қарап отыра бірыңғай белдеу өте тиімді. Көбісі мысалға барлық мәселенің бәрін біле бермейді ғой. Қарапайым халық дейміз ғой мысалға. Олар мысалға көп сөйлейді, мысалға 1 сағат әрі-бері айырмашылығы неде деп мысалға. Оның адамның ағзасына қандай зиян тигізетінді біле қоймайды. Біз мысалға ғылымның ішінде жүрген болғандықтан, мен мысалға өзім циркадтық ритмдерді және оның адамның ағзасына қандай әсер тигізетін және сағаттық белдеулердің циркадтық ритмге қандай әсерін тигізетін зерттегеніме 23 жыл болды. 15 жасымда мысалға мақтанғандай көрінбейін. Просто қарап отқан халық бір дилетант ретінде ойлап қалмасын деп айтқандай, жас көрінсем де мысалға да. 15 жасымда мысалға мен өзімнің ең бірінші интеллектуалдық немді алғам. Собственность дейді ғой, интеллектуальный собственность. Соны алғам. Патент. Жаңа ғылыми жобамның результатына. Сол бәрі циркадтық ритмдерге негізделген ғой. Сонда менің өзімнің мысалға сол зерттеу жүргізу барысында өзімнің көзімнің жеткені уақыттық белдеулердің адамның ағзасына және циркадтық ритміне әсері өте зор. Мысалға айтады ғой, не дейтін жаңа қылышпен сен мысалға еліңді құтқара аласың, керек болса біреуді өлтіре аласың мысалға. Әр жағы мен бер жағы бар да. Циркадтық ритмдерді дәл сондай. Мысалға адамның ағзасындағы циркадтық ритмдерді дұрыс қолдана алатын болсаң, мысалға біз оны спортсмендермен қолданғанбыз. Оны допингсіз, мысалы, адамның ағзасындағы циркадтық ритмдерді жүйесін мысалға дұрыс қолданатын болса, жаңағы спортсмендердің результаттарын асыруға болады. Оны мысалға Игорь Сон, Геннадий Головкин, сосын Шавкат Рахмонов, Дамир Исмагулов деген спортсмендермен мысалға жобалар жүргізіп, мысалға соны көз жеткізгенбіз біз. Игорь Сон мысалға көбісі біле қоймайды да шығар. Ол мысалға 2019 жылы ауыр атлетика спортынан саласынан дүниежүзілік чемпионатынан жалғыз медалист болып қайтып келген адам. Сол мысалға біз
барлық команданың ішінен тек сонымен ғана жұмыс жасадық. Барлығы ұтылып қалды да, ал именно біздікі медалист болып қайтып келді. Күміс жүлде алып келді. Ол да результат емес пе? Яғни ол оның психологиялық, физиологиялық, психофизиологиялық іс-әрекеттеріне, мүмкіншіліктеріне тікелей әсер етеді. Тікелей әсер етеді. Мүмкін, мысалы мен қарапайым күндерде фитнеста жим груди лежадан бір 20 килограмм көтерсем условно, сіздің тәсіліңізбен ғылыми түрде подход жасасақ, мен 40 көтере аламын дегендей. Жалпақ тілмен айтқанда примерно солай. Бірақ циркадтық жүйе, мысалы циркадтық ритмдерді оны қолданған кезде ең бірінші біз мысалға спортсмендермен жұмыс жасаған кезде бірінші қоятын сұрағымыз мақсат қандай? Қандай мақсатқа жеткім келеді? Өйткені бәрі мысалға чемпион болғысы келеді. Бірақ әрине, бірақ чемпион деген ол мақсат емес. Ол мысалға келеді де бейдейді. Короче, менің мысалға штангисттер келеді ғой, бейдейді. Менің салмағым мынандай, мен қазір көтеретін салмағым мынандай, в общей массе мен былай көтерем, маған примерно бір 5 келі тағы үстінен қосу керек. Примерно 5 келі дейді. Сол 5 келіге жете алмай жүрмін деп. Жақсы, жаймендеп, жаңағы нелерін опросник өткіземіз, наблюдение жасаймыз, мысалға адамның сыртынан 1 ай, 2 ай примерно жасаймыз да, сосын жаймендеп уже ағзасы қалай жұмыс жасайтын, оның циркадтық ритмі қалай жұмыс жасайтын бәрін ескере отырып, оның жаңағы жаттығу ережесіне өзгертулер енгіземіз. Бастапқыда жұмыс жасаған кезде көбісі түсінбейтін да, мысалға. Тренерлер келіп, тренерлермен жұмыс жасаймыз ғой, спортсменмен тікелей жасамаймыз біз. Тренерлермен жұмыс жасаймыз. Бапкерлермен. Сонда бастапқыда бапкерлер түсінбейтін да. Мына жерде мысалға ол астыға түсіп баратыр, сіз бүйтіп айтып жатсыз, мысалға оны нені салмақты түсіру керек, көтеретін салмақты түсіру керек. Бірақ ол мысалға көтергісі келіп отыр деп айтады да. Сонда бастапқыда сондаймен кездескенбіз да біз. Сонда мен айтатын, сенің мақсатың қандай? Сенің мақсатың 5 килограмм қосу рас қой. Сен қазір әңгіме жоқ. Ол қазір мысалға көтергісі келіп тұр. Бірақ сен оның ағзасындағы ресурстың бәрін жағып тастайсың да қазір. Қазір керек емес нәрсе үшін. Олимпиадаға барған кезде ол күш жоқ болып кетеді. Сен ол күшті сақтағың келіп отыр ма, әлде оны күйдіргің келіп отыр ма? Сол сұраққа жауап берші. Сол кезде түсіне бастайды да бапкерлер. Біз мысалға біздің мақсатымыз адамның ағзасындағы энергетикалық тұрғыдағы оның ресурсын үнемді үнемді пайдалану. Сосын оны көбейту. Соған негізделген. Сонда сіз сол спортшыларға қандай рекомендация бересіз? Ұйқы жөнінде ма? Әртүрлі рекомендация. Тамақ жөнінде ма? Тамақты керек болса, тіпті қашан тренировканы жасау керек, қашан тренировканы жасамау керек. Қашан далаға шығуға болады, қашан далаға шығуға болмайды. Неге мысалға бір не айта кетейін? Шавкат Рахмонов ренжімейді шығар деп ойлаймын енді. Мындай мысалға Шавкат Рахмонов М1 глобалында өзінің чемпиондық белдеуін не істеп жатқан кезде, қорғап жатқан кезде, біз оның циркадтық ритмдерін есептеген кезде бір не болған кризистік күндер. Ол июль меді, қателеспейді, по-моему, июньде. Уже қаншама уақыт өтіп кетті. 2019 ғой, ол 2019 5 жыл өтіп кетті. Сонда жазылу тұрған. Орысша айтқанда максимально сохраняться. Не пить холодное, не заниматься, не пить, не есть там сомнительную продукцию. То есть ол деген сөз не? Ол деген сөз дәл сол күні циркадтық ритмге байланысты адамның ағзасында бір құтты қандай бір затқа адам ауырып қалуы мүмкін да, болмаса зақым тиіп қалуы мүмкін. Сондықтан соны біле отырып, короче, ақыр аяғы мен бар ғой, ойыма кіріп шықпайтын нәрсе болды ғой. Мен ойлағам, мүмкін ол біздің берген рекомендациямызды орындамай бір зақым алып қалама деп ойлағам. Бірақ июньде ангина болып ауырып қалады деп ойламаппын да.
жазда жанып тұрған Қазақстан 40 па 45 градус болып тұр, сонда ангина болып барып қалған ғой. Сөйтіп әйтеуір жаймен деп емделіп шықты ғой, әйтеуір өзінің белдеуін қорғап. Осындай жағдайлар болған. Сонда әр адаммен жұмыс жасаған сайын мен жаңағы жүйені, оның өзімнің ойлап тапқан жүйем ғой, циркадтық ритмде негізделген. Бір каждый раз бір какой-то бір новый затқа, жаңа затқа көзім ашылады да. Өзім таңғаламын кей кезде. Яғни барлық процесстер адам ағзасында жүріп жатқан, болатын, болжай алатын циркадтық режимге тікелей байланысты. Енді уақыт басты мәселе, уақыт қаншалықты циркадтық режимге әсер етеді. Мысалы, не үшін біз онда бұл уақытты ауыстырдық? Неге қала бермейтін еді деген сияқты. Жақсы. Себебі қанша жыл өмір сүріп жатырмыз деген мәселе ғой енді. Қайттан спортқа қайтып келейік. Мысалға Дамир Исмагуловпен жұмыс жасаған кезде мынандай бір қызық жағдай болған. Как раз ковидтің кезі. Қателеспесем, Дени Алвеспен бе кездесу керек еді как раз сол кезде. Сонда мынандай жағдай болған. Біз оның тренировочный процесін қадағалаймыз ғой. Мынандай күндері жасауға болады, болмайды деп. Сосын мен әдейі сұрадым. Өйткені жаңағы уақыттық белдеулердің әсерін білгендіктен, сенің тренировочный кемпің, тренировочный лагерь қай жерде өтеді? Қай уақыттық белдеуде? Олар маған жазады. Невада, сол жерде өтеді. Жақсы? Әңгіме жоқ. Уақыттар, қай уақыт аралығында? Мына уақыт аралығында, мына уақыт аралығында. Бітті. Все, сол уақыттық белдеуді ескере отырып, тренировочный режимнің бәрін соған әдейі адаптация жасап жазып береміз. Условно айтайын, точно не помню, 20-шы жылы 12-ші ма, 10 мен 11 апрель қателеспесем, сол жерде жаңағы дәл шафкаттікіндей жазулы тұрғандай жазулы тұрады. Не тренироваться, вообще жаңағы айтқандай бәрі жазулы тұрады. И сонда Дамирдің менеджері менімен хабарласады. 12 апрельде ма, қателеспесем, бедейді. Дамир, оның бір несі бар да, айтпай-ақ қойын, енді персональный данные же. Короче, зақым алды Дамирді. Мәйтім не оқыл? На него упали. Что? На него упали или на него напали? На него упали. Ойда вообще ұйқаспайтын зат ғой. Как это на Дамира не что-то упало, а кто-то упал? И сонда, нет, вот, короче, тренировочный лагерь туда-сюда, он вышел потренироваться, дейді да. Жаттығуға шыққан татамиге туда-сюда, и қасында жаңағы жаттығып жатқан адамдар басқа пара, бір-бірін лақтырмақшы болған ғой. И бір-бірін лақтырған кезде, жаңағы лақтырып жатқан адам Дамирдің үстіне келіп құламай ма? И сонда Дамир алады да зақым алып алады. И мен жаңағы рекомендацияны бүйтіп қараймын. Мен айтам, Дамир қайда жүр? Қайда тренироваться етіп жатыр мына жігіт? Ол Алматыда тренироваться етіп жатыр дейді да. И сонда мен айтам, да, почему я об этом узнаю постфактум? Он говорит, короче, мен түсінгенімше Дамир ойлаған ғой бүйтіп. Так, 10 мен 11 өтті, нормально болды, ештеңе тренироваться еткен жоқпыз, 12-сі спокойно тренироваться етейік деп. Мен айтам, әңгіме жоқ, Алматыда 12-сі. Невадада қай күн? Невадада 11 әлі біткен жоқ қой. Сонда көріп тұрсыздар ма? Уақыттық белдеудің адамның ағзасына әсері тікелей бар. Ол бірінші момент, спортсмендермен істегенде. Екіншісі, ғылыми жобада мысалға дәлелденген нәрсе. 973 әйел адам қатысқан, 478 ма жаңа рак груди бар ғой, сонымен ауырған, и контрольный группа қалғандары жаңа несі жоқ, рак жоқ. Соларды наблюдение өткізіп, не істеген кезде зерттеудің нәтижесінде олар мынандай шешімге келеді. Мысалға, мен сізге бір сұрақ қояйын. Десинхроноз деген бар.
ол адамның ішіндегі адамның ағзасындағы циркадтық ритмдер күнделікті жаңа цикл бар ғой, күн мен түннің циклы, соған синхронизация болмағанда соны мысалға зерттеу үшін, бірақ уақыттық белдеуді ауыстырмай басқа елге көшпей не істеген кезде қалай мысалға жоба жүргізу керек, қандай тәсілді қолданар едіңіз? Ешқайда көшпей, уақыттық белдеуді өзгертпей, ұйқыдан тұратын процестерді, күн мен түннің синхронизациясына кедергі келтіретін қандай тәсіл қолданар едіңіз? Адамның күнделікті өміріне байланысты. Ол бар ғой, не білесіз бе не ол? Белгілі бір заттарды күнделікті өмірінен алып тастауға болады. Жоқ, мүмкін өзгертіп тастау. Night shift дейді оны. Ол деген түнгі смена. Адам түнде ұйықтау керек қой. И сонда ночной сменаға, мысалы, особенно вахтовиктер, аптекада жасайтындар, сонда олардың дәлелдегені негізін айтып кетейін, нәтижесін айта кетейін. Олар мынандай шешімге келеді. Егер де адам баласы аптасына 20-29 сағат 9 жыл бойына жұмыс жасаса, аптасына 20-29 сағат, немесе оның түнгі жаңағы нелері, сменалары 10 сағаттан астам болатын болса, бірақ 3 күн қатарынан, аптасына 3 күн қатарынан 10 сағаттан астам болатын болса, 9 жыл бойына, кем дегенде 9 жылдан астам. Сонда әйел адамның ағзасында рак груди дейді ғой, риск развития 216%. Ал енді өзіңіз ойлап қараңыздар. Екі есе көп, екі еседен көп. Сонда енді өздеріңіз ойлап қараңыздар. Бізде мысалға түнгі синхрон, десинхрон 1 сағат болды. Түн ұйқымыз қысқарып өтті. Бірақ ол аптасына емес, ол күн сайын адамның туғаннан бастап 1 сағатқа жинап отырады ағзасына адам. Сонда ойлаңыз, бүгін туған адам мысалға 30 жылға толғанда десинхроноздың кесірінен 10.950 сағат жинайды. Енді өзіңіз ойлап қараңыз. Егер 20-29 сағат мынандай нәтижеге әкеліп соқтыратын болса, 30 жылдың ішінде 10.950 сағат, ол и то при условии того, что вы ничего делать не будете. Что просто өзіңіздің өміріңізбен жүріп қоятсыз, ночной сменге шықпайсыз, күні түні бәрі нормально, здоровый образ жизни, идеальный сондаймен жүріп қоятсыз. Соның өзінде 200%-дан астам рискіге әкеліп соқтырады. Соның кесірінен бізде мысалға қарапайым халық оны түсіне қоймайды да. Неге мысалға бізде қазір рак өте жасарып кетті, инфаркт жасарып кетті. Жасырудың ештеңесі жоқ, жасырудың қажеті жоқ. Мысалға менің әріптесімнің, сенесіз, апрельдің соңында менің әріптесімнің 12 жасар баласы инсульт болып қалды. Инсульт. 12 жасар бала. Ол вообще баста ұйқаспайтын зат қой. Бұрын естіп көріп пе едіңіз, 12 жасар бала инсульт болды дегенді. Мен өмірімде естіген емеспін ондайды. Оны мысалы қалай түсіндіруге болады? Оған дәрігерлер де дайын емес. Оған дәрігерлер де дайын. Олар түсінбейді оны. 12 жасар бала неге инсульт болып қалғанын. Мүмкін емес. Себебі маған клиникаға барған кезде давлением көтеріліп жүрді кешке. Мен жастым. Келген кезде, қой, не может быть, бар. Сенде бәрі нормально. Нешедесіз? 28-де. Тым жас. А түн ұйқыңыз қалай? Енді ол жағы проблема. Циркадтық ритм, десинхроноз именно дәл сондай проблемаға келіп соқтырады. И сонда мысалға неге үлкен адамдардың көбісі қан қысымымен ауырады? Өйткені олардың өсе бара өздерінің түн ұйқысы қысқара бастайды, дұрыс ұйықтамайды, күндіз ұйықтап алады да түнде ұйықтамайтын болады. Соның бәрі соған байланысты. Адамның 80% денсаулығының нәтижесі не еді? Негізі ол түн ұйқысы адамның. Уақытында ұйықтап, уақытында тұру керек. Орысша айтқанда, золотое правило. Спать нужно ложиться не в тот день, в который надо просыпаться. Мен омен жиі келсем. Сол мәселе. Соны ретке келтіріңіз енді. Енді ұйқыны дұрыстау керек екенін мен түсінемін. Бірақ мына жағдайда біз уақытты минус 1 жасадық.
Иә. Түн ұйқыны ұзарттық. Яғни біздің түсінігімізде түн ұйқыны ұзартқанда бір сағат біз ерте жатамыз, бірақ күн сол күйі шығады ғой. Бір сағат кейін шығады мысалы. Сәйкесінше мен бір сағат ерте шығады. Бір сағат ерте шығады. Бірақ күн шыққан кезде де немесе менің үйреншікті организмнің циклы бойынша мен бәрібір сол уақытта оянамын да. Яғни телефондағы уақытқа қарай емес, бұған дейін өмір сүріп келген уақытпен оянамын. Яғни бұл да белгілі бір менің денсаулығыма бір зияндық әкелмей ма? Сіз таңертеңгісін тұрғанда жеңіл оянасыз ба, әлде қирау оянасыз ба? Ол кешегі күнге байланысты. Кешегі күнге? Жақсы. Мысалға мен бүйтіп жауап берейін. Уругвайда керемет ғылыми жоба болған. 7 март қателеспесем 2024 жылы PubMedке шыққан. Бұл жұмыстың кереметтігі, олар 2 үлкен эксперимент жүргізген. Біріншісі, қазір мысалға халық көбісі шулап жатыр ғой. Күн ерте атады, мен ұйықтай алмаймын, тағы бірдеңе, әйтеуір көп деген нелер келтіреді да, мысал келтіреді. Сонда сұрақ туындайды. Полярный день бар місіз ба? Антарктидада. О жақта да адамдар тұрады ғой. Сонда олардың ағзасы не істейді? Не істейді олар? Олардың мүмкін тым ұйықтамай ма? Қанша жылдар бойы тұрып келгендіктен, ата бабасы тұрғандықтан. Олар Антарктидада тұрақты тұратын адамдар жоқ, онда военный базалар ғой. Келіп кетіп вахтымен жасайтын адамдар. В общем, уругвайлықтар өте жақсы жұмыс жүргізген. 2 үлкен не жасаған эксперимент. Біріншісі, Антарктидаға 24 адамды полярный день сол кезде жібереді. Сонда менің өзім таңғалдым кәдімгідей. Мен мысалға циркадтық ритмді түн ұйқысында қадағалаймыз, бірақ біз оны хронотиппен бөлмейміз ғой. Біз оны ретке келтіреміз да, сосын жаңағы спортқа өзіміздің мақсатымызға қарата не істейміз? Задачивать етеміз орысша айтқанда. Олар мынандайға көз жеткізген. Хронотип бар ғой ана, сава, жаворонок, сосын голубь деген бар, промежуточный. DLMO деген анализ бар, Dim Light Melatonin Onset деген. Ол ана адамның ағзасындағы түн ұйқысын қадағалайтын мелатонин гормонды не істейді? Қарастырады да, сарап ретінде, сараптама ретінде қарастырады, бүйтін анализдерін алып не істейді да, Антарктидаға жібереді. Антарктидаға келеді, тағы алады анализді. И сөйтіп какой-то бір уақыт аралығында жүргізеді. И сонда олардың көздері жеткені какой-то бір қысқа уақыт мерзімнің ішінде голубьтар мен савалар жоқ болып кетеді. Бәрі жаворонок болып кетеді. И сосын кейбіреулері мысалға түн ұйқысы түнгі сағат 1-ден 2-ге дейін мысалға түнгі сағат 2-де жатқан жақсы көретін адамдар бар ғой. Олардың бәрі жоғалып кетеді да. Ең кеш жататын адам нешеде жатады деп ойлайсыздар сонда? 11. Дәл үстіңіз үстінен. 11-де. Ең кеш жататын адамы 11-де ұйқысы келеді де ұйықтап қалады екен. Сонда бәрі жаворонок болып кетеді. Олардың көздері жеткені, сосын жаңа DLMO анализ жасағаннан кейін бәрі көреді. Жаңа айтқандай күн мен түннің фазасына, орысша айтқанда цикл день и ночи, и что соответствует синхронизации с окружающей средой. Сонымен синхронизацияға келді деген сөз. В общем, былай ғой. Яғни уақыт өте келе. Жаворонктар сразу синхронизацияға ұшырайды да, а сава мен голубьтар жаворонок болады да, сосын барып синхронизацияға ұшырайды екен. Мен жақында TikToktан көргем бір ролик. Блогерлер, тур-блогерлер Ресейдегі бір қаланы тауып, ол жерде күн батпайды екен. Санкт-Петербург па? Екатеринбург? Жоқ, оларды ұмытпаушы едім. Бір өте популярный емес атау. Түнгі 2-де қалада жүріп опрос жасайды да адамдар. Сағат неше? Түнгі 2. Дала жап-жарық. Сондай опрос жасайды. Сөйтіп комментарийлерде де барлығы жазу бойынша бұлар сонда ұйықтамай ма, 24 сағат жұмыс істеу арманым еді деген сияқты мәселелер. Яғни күннің ерте шығуы сіздің ұйқыңызға кедергі келтірмеу керек.
Мен сізге берейін, осы сұраққа былай жауап берейін. 24 жылы ақш-та өте үлкен ғылыми жоба жүргізілген. Олар қазір осы неге дәлел UTC плюс 6 болды ғой. Шығыс Қазақстан, көбісі Қазақстанның 62% UTC плюс 6-да ол жасанды уақыттық белдеуде. Ол неге әкеліп ұшыратты? Ол кешкі кездері, орысша айтқанда, чрезмерная освещенность дейді. Чрезмерная освещенность вечером и малая освещенность утром. Дәл солай болды ғой бізде UTC плюс 6-та болғанда. Мысалға оқушылар таң атпай сағат 8-де жұмысқа қып-қараңғыда барады да. Вот сондай болды. А кешкісін жап-жарық десинхронозға келіп соқтырады екен. Сонда Америка мысалға Қазақстаннан үлкен ғой. Көлемінен жағынан да, созбалы жағынан да мысалға бүйтіп есептесек, олар Американың барлық территориясын 30 шаршы метрге бөліп, бар жағын есептеп, шығыс пен батыстың аралығында қандай джетлаг болады дейді. SGL деген бар, social jetlag бар, solar jetlag деген бар. Соның бәрін естеген кезде олар қадағалағаны бидеп айтады. Күннің жылжу барысымен шығыстан батысқа қарата жылжыған кезде әр сағаттық белдеуде батысқа жақындаған сайын SGL 99 балға дейін жетеді екен. И сосын келесі неге уақыттық белдеуге көшкен кезде обнуляться деді да, қайттан 99 балға дейін жетеді екен. Сонда мен айтайын дегенім, жаңа бекер просто так айтқан жоқпын мен жаңағы неге батысқа қарата жылжыған кезде. Ол при условии, что это их естественный часовой пояс. А біз UTC плюс 6 болғандықтан мына жердегі тұрған 99 балды біз алдық та мына жерге шығыстың ең басына алып қойдық. Бірақ олар адамдар оны түсінбейді да соны. Сен оны айтсаң да түсінбейді оны. Яғни бізде изначально SGL болды бізде. Дұрыс болмады. Қазір оны әкелгендіктен ол қалай айтсам болады, адамдарды да бір жағынан түсінуге болады. Неге? Өйткені 1932 жылдан бастап олар осы немен өмірмен сүріп келе жатыр да. Олардың қалыптасып қалған әдеттері бар, өздерінің бір ритуалдары бар. Андай болады ғой, мы в воскресенье в 7 часов всей семьей сидим, кушаем деген. Сондай бір ритуалдар болады соған. Бірақ олардың қазір енді 100 жыл бойына почти 100 жыл бойына сүріп келген алып тастадық та UTC плюс қойғандықтан ол дұрыс емес деген сөз емес. Ол орысша айтқанда просто непривычно. Просто непривычно. Адам бізде ата-бабаларымыз айтып кеткен ғой, ауру кетсе әдет кетпейді деп. Әдетті өзгертетін уақыт келді. Өйткені это как фастфуд. Да, вкусно, да, удобно, но вредно. Бірақ бізде жалпы соңғы кездері петиция мәселесі өте көп тарауда популярна. Және петиция сізде қоғамның айтып жатқан мәселесі естілуде. Мысал ретінде жылдың басында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ұсынады, елтаңбаны ауыстырсақ қалай? Ол жерде мынандай белгілі бір дүниелер бар деген сияқты. Жай удочка тастайды, условно. Жарты жыл бойы халық талқылайды, қарсылығын айтады, мнениясын айтады, ойын айтады. Нәтижесінде соңғы бір жиындардың бірінде қайтадан мемлекет басшысы өзі айтады. Ауыстырмай-ақ қояйық. Түсіндім, естідім, ойларыңызды көрдім. Там, по-моему, формулировка другая была. Формулировка другая была, бірақ қоғамның несі байқалды, наразылығы. Мына жағдайға келсек, петиция 50 мың жинап тастады. Министрлік шынымен қарастырып бастады. Қазір біз сіздің айтуыңыз бойынша дұрыс режимге келдік, уақытқа белдеуге. Қайтадан өзгертіп жіберу мүмкін ба? Яғни қайтадан өзгертіп жіберсе тағы да десинхрон болып, тағы да қиналып қалмаймыз ба? Әлде ғалымдар, сіздердің комьюнити осы ойды ұстанып, қоғамды сендіруге тырысамын? Мен сізге бедеп айтайын. Жақсы, біздің халық Қазақстанның ғалымдарын менсінбей-ақ қойсын мысалы. Былай қоя тұрайықшы, өзімді да, басқаларын да. Бірақ мысалға дүние жүзін енді не істейді, как это, добившийся признания дейді ғой. Менмін деген ғалымдар бар мысалға. Ол
циркадтық ритмдердің ішіндегі ол Тиль Ройнеберг, екіншісі ол Эрик Херцог деген, сосын Чарльз Чейслер дегендер бар мысалы. Біз Чарльз Чейслерге шыға алмадық, бірақ атап өткен жаңа екі адамдар, сосын халықаралық альянс, жаңа орысша айтқанда Международный альянс за естественное время деген бар. Олар бізді қолдады. Сосын Тиль Ройнеберг деген енді циркадтық ритмдерді зерттеп жүрген любой адамнан сұрасаңыз, любой біледі. Орысша айтқанда, знает любая собака в мире науки, кто такой Тиль Ройнеберг. Олар мысалға жаңа Янттың қолына қойып, хатына қол қойып, біз қолдаймыз деген мысалға ұсыныспен шыққан олар. Сосын айтпақшы, бір айта кететін бір жағдай бар. Осы мына неден естіген шығарсыз, ана Тенгри Ньюстан шықты ғой. ақш сарапшысы Қазақстандағы уақыттық белдеуді көшіруге өз көзқарасын білдірді, бірақ критикалық түрден мысалға олар соны жаңалықты әкеліп берді адамның. Бұл сарапшының ойы жаңағы петициямен қатар болды. Яғни бұл кісілер сол сарапшының ойына основываться етіп, соны былай мысалға келтіріп, міне ақштан айтып жатыр деп. Жаңағы біздің ана оппоненттеріміз ба? Примерно сондай қылып әкелді. Бірақ барлық айтқан сөздері оның көбісі дұрыс болды да, бірақ кейбір жерлерін мен мысалға оны түсінбей қалдым. И сонда біз жаңағы ана атын атамай-ақ қояйын, сол ақш сарапшысын жаңа видеоға жазған адам оған материалдар жібереді для ознакомления. Сол материалдың негізінде жаңағы сарапшы оған сеніп не істейді, өзінің бір жеке пікірін білдіреді. И сонда дебаттың кезінде біз сол адаммен дебатировать етпейміз ба, Рахым Ошақбаевтың площадкасында. И сол кезде мен айтам, жасыратын ештеңеңіз жоқ болса, онда жаңағы жіберген материалдарды адамдарға обнародуйте. Давайте почитаем, посмотрим деп. И сонда мен жаңа ғана материалды оқыған кезде төбе шашым тік тұрды ғой, шынымды айтайын. Оқып берейін ба не жазған? Мысалға бүйдеп жазған қазір. Анау деген енді бұрмалау ғой, кәдімгі бұрмалаушы. Орысша айтқанда введение в заблуждение. Причем, можно я по-русски скажу, да? Он ввел не только в заблуждение международного эксперта США, да? А это на минутку Мэри Карскейден. Во-вторых, он, пользуясь ее доверчивостью, доверием, да, злоупотребил доверием, записал ее мнение на основе искаженных фактов и ввел в заблуждение народ Казахстана. Не деп жазған? Сохраняя пунктуацию, да, и в целом. Орысша оқи берейін ба, әлде қазақшаға аударайын ба? Оқи беріңіз орысша. Хорошо. Бүйдеп жазған, чтобы всем было понятно. 4-й пункт. Внимание. Реформа 2018 года. Оказывается, у нас в Казахстане по часовым поясам была реформа в 2018 году, по его мнению. Были внесены изменения, согласно которым Западный Казахстан, в скобках, Атырауская и Мангистауская области, то есть Ақтөбе, Орал не коснулась, Мангистауская область, вернулся к UTC плюс 4. А остальная часть страны осталась в UTC плюс 6. То есть, получается, мы получаем мынандай Атырау мен Маңғыстау UTC плюс 4-те, а остальная часть Казахстана дегенсің, значит, Ақтөбе мен Оралда остальная часть Казахстана емесіз бе? Орал мен Ақтөбе, қалғандар UTC плюс 6-да. UTC плюс 5 қайта сонда? Хорошо. Үндеген жоғым, думаю, ладно, дальше оқи берейінші деп. 2020 год. В сентябре 2020 года правительство Казахстана приняло решение о переводе Атырауской области в часовой пояс UTC плюс 5. Ондай болған жоқ. 6-й пункт. В 2021 году, в марте 2021 было принято решение оставить Мангистаускую область в часовом поясе UTC плюс 4, несмотря на некоторые предложения перевести ее на UTC плюс 5. Көресіз ба, қалай бұрмалап отыр? То есть олар говорят, то есть он подводит к тому, что как будто бы халық хочет жить на час с опережением. Сондайға келтіріп отыр ғой?
и в целом бір ойыншық сияқты, да? Иә, Жыл сайын иә, әрбір как будто вот делать нам нечего, да? Несмотря на некоторые предложения перевести ее на UTC плюс 5, таким образом в 2021 году, говорит, Атырауская область UTC плюс 5, Мангистауская область UTC плюс 4, остальной Казахстан UTC плюс 6. То есть опять Ақтау мен, Орал мен Ақтөбе UTC плюс 6-да болған екен, оказывается. Хорошо. В 23 году, в начале 23-го, правительство снова пересмотрело часовые пояса. После исследования и обсуждений было решено сохранить действующую систему часовых поясов без изменений. То есть оставить Мангыстау UTC плюс 4, Атырау UTC плюс 5, остальной Казахстан UTC плюс 6. Ну и март 24-го всем известно какой результат. Осыны ана ақш сарапшысына әкеліп беріп, ол оған сеніп, осындай нәрсені жазып алған ғой. Алаяқтық қол деген былай қараса. Жоқ, сода оған не пайда? Жаңағы алдаған, заблуждение вводить еткен кісіге америкалық сарапшыны алдап деген сияқты, халықты алдап. Мен оған мысалға менің нем жоқ. Я не могу это объяснить, зачем он это сделал. Хайп десе, хайпом, заниматься такими вещами, распространением ложной информации. Уголовный кодекс қой мынау деген. Себебі жаңа өзіңіздің де айтқан тезис та, жарайды халық ғалымдарға сенбей ақ қойсын дегендей. Бізде жалпы қоғамда бір мәселе бар. Біз ғалымдарға, эксперттерге емес, біз блогерлерге, лидер общественного мнения дейді. Лидерлерге сенеміз. Ол блогердің мамандығы условно технарь болса, ол өзінің инстаграмында қаржы жайлы курс сатады мысалы. Яғни жалпы бұл біз үшін ғана емес, себебі осы алдыңғы күні ғана европалық журналистпен кездестім, біраз сөйлестік, The Time'да жұмыс жасайды. Оның айту бойынша бұл сіздердің ғана мәселеңіз емес, барлық Европада, барлық әлемде халық лидерларға сенеді, бірақ ғалымдарға, эксперттерге емес. Сонымен сұрақ қандай? Сонымен біздің жалпы мемлекетте ғалымдарға сеніп бастау үшін, жарайды, мен басқа мемлекеттер жайлы, олардың енді менталитеті басқа деген сияқты, олар жайлы айта алмаймыз. Өз елімізде ғалымдарға сеніп бастау үшін не жасау керек? Мүмкін ғалымдарға бір қолдау жетіспей ма, білмеймін. Зерттеу аз ба мүмкін? Менің жеке пікірім, мәселе одан емес ау деймін. Біріншісі менің көбісі мысалға қолдауды олар қаржылық қолдау деп мысалға есептейді да. Көбісі ғалымдарға әкеліп қаржылай қолдау көрсету. Ақша беру керек. Ғалымдарға ол керек емес. Ғалымдарға қолдау деген ол мысалға мен не дейтін еді жаңағы независимый ғалыммын да, независимый ученыймын. Маған мемлекеттің көмегі, мысалға қаржылай көмек керек емес. Бірақ маған оның көмегі мысалға қандай болуы мүмкін да? Біріншісі, чем бы он мне мог помочь государство? Популяризация. Первое. Біріншісі. Екіншісі, ол мысалға менің енді бірдеңені зерттеймін, оны патенттеймін, сосын оны коммерцияландырғым келеді. Мысалы, оны коммерцияландыру үшін маған бір ақшаны былай қоя тұрайық, инвесторды өзім ақтауып аламын, иә, мысалға. Бірақ жаңағы инструменттер арқылы, мысалға жаңағы бюрократия жағынан бір қолдау берсе, сол мысалға жақсы болар еді да. Неге? Өйткені, неге? Біріншісі жаңа популяризация деп отырмын. Жаңа айтып отырсыздар ғой, өзіңіз. Техникалық жағынан маман болса да, бірақ оның мысалға популярный болса, блогер, не обязательно богатый, просто популярный. Сол жағынан мысалға қолдау көрсетсе, ол мысалға блогер адамның жаңа халықтың мнениясына уже не істейді да, уже пікіріне уже өзінің әсері болады. Дұрыс білім алған, жаны таза, ниеті таза, адамдарды неге популярны қылмасқа? Мысалға мен мысалға ғалымдардың арасында біреуді алдаймын деген адамдарды білмеймін, көрген жоқпын мысалға арасынан.
ақша жасап қаламын. Иә, бүйтем сөйтем біреуді лақтырып кетем, там мына жерден 100 000 темшіктер де болады ғой. Иә. 100 000 теңге мынадан алып аламын, бүйтіп прокрутка жасаймын, депозитке салып қоямын, тағы бірдеңе, қандай схемалар бар. Ондайларды бірде-біреуін көрген жоқпын мысалға. Неге оларды популярный қылмасқа мысалға? Сонда соның бәрін ескере отырып, мысалға халықтың да пікірін өзгертуге болады ғой. Негізі ғалымдарға келгенде, білмеймін, менде ғана емес шығар. Жалпы қоғамда стереотип бар. Біз үшін ғалым деген бір жас келіп қалған, иә? Білмеймін, ол кино, ол кітап, ол ТВ, сонда бізге әсер қалдырады. Ғалым десек, оны тыңдау қызық емес, ол жас келіп қалған, сөзін әрең түсінесің, иә, әңгімесі былай тұрсын. Ғылыми терминдерден бөлек тыңдау қызық емес. Енді сіз ғалым ретінде мен үшін стереотиптерді бұзудасыз, иә? Бұған дейін мен үшін есімде қалған және ешқашан есімнен кетпейтін Сулейман Демирел университетінде инженерлік факультетте Асқар Жұмаділдаев сабақ береді. Және ол кісінің жалпы харизмасы, подход, жұмысқа деген. Ол телефон ұстамайды. Жиналыс, мысалы, ректораттың жиналысы болады. Ол оған бармайды. Себебі мен жұмысым сабақ беру, білім беру. Сендердің кабинетте отырып алып, бастарыңды қосып, не талқылайтындарыңды білмеймін, бірақ ол маған қызық емес дейді, болды. Яғни адамның түсінігі өте ерекше, қызық, және ай сайын, мысалға, группаға кіреді, мынандай тапсырма, задача математикадан шешкен адамға $2000. Мүмкін $5000 нақтысын білмеймін, бірақ студент үшін өте үлкен ақшаны ұсынады. Соны шешкен адам шынымен ақша алады. Себебі шынымен ол кісі мынандай неординарный адам да. Алдыңғы подкасттардың бірінде не жайлы? Су апаты жайлы көбейіп кеткендіктен, Қазақстанда ғана емес, әлемде көбейіп кеткендіктен, Қазгидрометте жұмыс жасайтын жас ғалым қызбен подкаст түсіргенбіз. Сол кезде де мен таңғалдым. Мен оны көрген сияқтымын. Да? Вот ол кісі өз ісінің маманы, және жай ғана маман емес, ол жақсы көреді, қызығушылығы бар. Ол кісі де еске салып жатыр. Біздің мамандыққа дейді, ол енді өте сирек кездесетін мамандық қой. Біздің мамандыққа осы жылдың басында мемлекет басшысының несімен, жарлығымен гранттар саны көбірек берілетін болды. Себебі жастар қызықпайды, шыны керек, метеорологияға, иә. Сондықтан гранттар саны көбейді, және ученыйларға деген нелер, қаржылай қолдау, зерттеу үшін әрине. Ол ненің нәтижесі, сол спичтің бүгінгі заманда дейді, енді ол мемлекет басшысының сөздері, бүгінгі заманда бізге жаңа формацияның ғалымдары керек. Жаңа формацияның ғалымдары, ученыйлар керек. Сол қатарға мен сізді жатқызым келеді. Себебі мен сізге қарап бір ғалым деп бірден айта алмас едім. Біріншіден ол жасымыз, екіншіден информацияны беру. Меніңше сізде TikTok бар ма? Бұрын болған, өшіріп тастадым. Меніңше сізге TikTokта өз біліміңізбен қарапайым халық үшін қарапайым тілмен бір контент жасау керек сияқты. Себебі менің 200% ойым уақытты қайтару керек дейтін адамдардың қатарында. Яғни мен ғалым емеспін. Мен сол оймен болдым подкастқа дейін. Бірақ белгілі бір аргументтерді ести отыра түсіне бастаған секілдімін. Әрине мен подкасттан кейін мында сіздің терминдеріңіздің анықтамасын жазамын. Экранға шығарам. Себебі енді маған ғана емес, көрерменге де түсінікті болу үшін. Жақсы. Енді ғалымдарға байланысты, сұрағым өте ұзын болып кетті. Ғалымдарға байланысты, сіз секілді жалпы осы мәселе аясында қалдыру керек дейтін ғалымдар комьюнити болып қазір бірігіп жатсыздар ма? Сіздерді естіп жатыр ма? Бірігіп жатырмыз деп, бычыт бірігіп жатырмыз деп айта алмаймын енді. Бірақ ана бірінші отырыстан кейін мысалға жаңа жұмыс тобының бірінші отырыстан кейін шыққан кезде енді бірінші отырыс ол қандай мәселе болды да, мақсатымыз біз ана жақты тыңдап алдық қой, 2,5 сағат
жай су. Короче, шаршап кеттік қой, шынымды айтайын бар ғой, шаршап кеттім. Это было звуковое изнасилование, честное слово. Вот. Тыңдадық, қойдық, ладно, сосын шыққан кезде не істедік қой, давай, короче, чат создавать етейік, шаршап кеттім, обсудим на следующую, что будем говорить деп. Все хорошо. И сол ғана болмаса, а так прям бычт бір все, давай, один за всех и все за одного дейтіндей. Ондай болған жоқ. Себебі сізде ғалым ретінде бір орысша айтқанда переживание жоқ па? Неге үшін мынау қазіргі ютестан ескіге қайттан қайтарады деген переживание? Опасение ма? Опасение. Опасение? Білмеймін даже. Енді ол маған байланысты емес қой. Өйткені айтып отырмын ғой, орысша айтқанда у меня роль маленькая. Моя задача это только вот за свою часть ответить и сказать, что мы вот это, и доказать, что это не имеет никакого вреда. Мысалға мысал келтіре кетейін. Дүние жүзі бәрі қолдаған призма деген методология бар. Ол призма дегеніміз ол не? Қаншама жобалар бар да, зерттеу жобалар. Оның бәрін оқып шығу мүмкін емес қой. И всемирно признанная есть вот эта методология призма, которая методологию ты, когда если делаешь, и он істесең, сенің, значит, мета-анализің, сараптама жұмысың дұрыс жүргізілген нәрсені дегенге келтіреді. Циркадтық ритмдермен және уақыттық белдеу соған байланысты 128.456 жұмыс жобасы бар. Әлем бойынша. Әлем бойынша. 128.456. Оның ішінен призма арқылы өткізген кезде 19.000-нан астам жұмыс жобалары қалды. Сосын тағы не істеген кезде оның ішінен 4.000 ба жұмыс жобасы қалды. Бірақ что там, бірде-біреуінде бір ауыз сөз жоқ. Орысша айтайыншы, что проживание в своем естественном, стандартном, или как хотя не называть они, зимнем, в Америке еще называют, часовом поясе, то есть в своем родном часовом поясе, а не в искусственно созданном, нету ни одной научной работы, которая подтверждает, что это вредно. Бірде-бір зерттеу жұмысында бір ауыз сөз айтылмаған ол туралы. Өзіңнің географиялық тұрғыдан өзіңе родной уақыттық белдеуде тұру сенің ағзаңа зиян келтіреді деген бір ауыз сөз айтылмаған. А вот декреттік уақытта тұру, сосын ана есіңізде ме, ана бұрын болып еді ғой, 1 сағат көктемде ауыстырамыз, жыл сайын 2 рет алмастыратын. Вот сол мысалға адамның ағзасына өте қатты зиян келтіретін тоже сондай мысаларға нелер бар. Қазір ол тактика, ол методика қалды. Призма ма? Жоқ, жыл сайын уақыт ауыстырып отыратын. Ол 2004-те ма қалды ол. Одан әлем бойынша бас тарттық. Жоқ, әлем бойынша әлі бар. Айтпақшы. Айта кетуге тура келеді. Украина. Жаңағы DST дейді оны. Daylight saving time деген. DST дейді. Соны осы қасан 17-сі ма? 17-сі, я қателеспесем, Верховная Рада қол қойған законопроектке, что они отказываются от перевода и остаются в своем естественном поясе. Ну, как мы. Только у них нету декретного времени, а бізде декретный уақыт бар. Болған 1 мартқа дейін. UTC плюс 6. Көп сөйлейді да, мысалға, UTC плюс 6 ол біздің родной часовой пояс. Не родной. Қалай оны есептеп шығуға болады? Вот мысалға, қазір калькуляторда ашыңызшы өзіңіз. 75-ші меридиан ол Балқаштың үстінен өтеді. Қақ бөледі. Жезқазғанмен Балқаштың үстінен өтеді. Сонда 75-ші меридиан ары қарата, шығысқа қарата жылжи берсек ол 75, 76, 77, 78, 79 деп кете береді ғой. 76-ны, сосын 1 сағаттық белдеудің арақашықтығы 15 градус. Ал Қазақстанның үстінен 60-шы, 75-ші өтеді. Нелер? Меридиандар. Сонда 75-ті 15-ке бөліңізші.
Қанша шықты? 5. 5 шықты. Хорошо. Енді шығысқа қарата жылжиық. 76-ны 15-ке бөліңізші. Қанша шықты? 5. 5,06. Дұрыс па? Ал енді біз аламыз да Өскеменнің координатысын аламыз. Оныкі 82,37. 82,37. Оны бөлеміз 15-ке. Бөліңіз. Қанша шықты? 5,14. 5,49. Значит, демек 5,10-нан 5 шықты ғой енді, округлять еткен кезде. Жартысына жетпейді. Ол дегеніміз не? 5-ші белдеудің қақ ортасы емес пе? Ана жақтағы адамдарды есепте, олардың ойын есепте, олар это 6-й часовой поезд деп айтады да мысалға. Бірақ сен оларға сұрақ қойсаң, а как рассчитать часовой поезд? Олар оған жауап бере алмайды. Но зато они точно знают, что мы не правы. Яғни бізде технически, чисто технически, это технически, как минимум чисто технически, как минимум 5-ші часовой поезд біздікі. Біз қашан бұл қателік жасадық? 1932 жылы. Не үшін жасалған ол нәрсе? Чуть-чуть в истории, да? 1932 жылы, қателеспесем, Гайлро 1920 жылы басталып еді, Гайлро. 1920? Иә, по-моему, электрификация 20 жылдары басталды, 22 жыл ма, сондай, по-моему. Примерно сол жақ қой, әр жақ бер жағы. Электрификация России. План Гайлро. Сол кезде жаңа электр жүйелерін бәрін тарта берген кезде основной источник потребления электроэнергии не болды? Қандай оборудование? Жарық. Жарық. Лампочка ғой? Лампочка Ильича. Электрический утюг болған жоқ. Посудомоечный машина болған жоқ, стиралка болған жоқ. Микроволновка атам заманынан жоқ, телевизор жоқ, радио жоқ. Тек қана лампочка. Рас па? А бірақ станциялар бар генерация жасап жатқан. Олардың жаңағы қуаттылықтары өте аз болды да. Нормальное явление на тот момент. Заман талабына сай болды сол. И сонда жаңағы станцияларға нагрузка түсіп кетпесін деп декреттік уақытты енгізеді. Бүкіл Совет одағының несінде, территориясына. Өйткені шамалы болса да бір Советский Союз. Бәрі бір уақытта қосып қоймасын деген әңгіме ғой. Иә, Советский Союз, оны түсінуге болады бір жағынан. Неге? Өйткені эффективность там была. Возможно была. А почему? Потому что Советский Союз громадная махина же была. Огромную территорию занимал. Соответственно, барлығы бүйтіп бір қосқан кезде там нагрузка көбейіп кетеді. И возможно, сол үшін, возможно, тогда это было оправдано. Бірақ қазір Қазақстан егемен ел, тәуелсіз ел, ешкімге бағынбайды. Өзінің генерациясы бар. Зачем ему UTC+6? Сосын, тем более, ғылыми түрде дәлелденген, что зиян нәрсе ол. Мысалға, интересный факт. Біздің көршілеріміз бар. Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, да? И біз Түркменстанды былай қоя тұрайық мысалға. Там жесткий режим, потому что, да? Там захотели сделать белые машины по всей стране, сделали белые машины, поэтому мы не рассматриваем. Не в обиду туркменам, да, не в обиду туркменам. Менің өзімнің байқағаным, мысалға Совет одағы ыдыраған кезде Тәжікстан мен Өзбекстан өздерінің уақыттық белдеулеріне сразу қайтып келді. UTC+5-ке. Алкоголь. Центральная Азияда, орталық Азияда Қазақстан мен Қырғызстан бірінші мен екінші орында тұр. Қазақстан бірінші орында тұр. По количеству употребления алкоголя. Өзбекстан мен Тәжікстан ең соңғы орында тұр. Қырғызстан применяет UTC+6, который не является его родным часовым поясом. Казахстан применял UTC+6, который не является его родным часовым поясом. И почему-то, как совпадение, Қазақстан мен Қырғызстанда алкогольді конкретно ішеді. Мысалға, сіз деп айтпай-ақ қойын, бірақ енді араңызда мысалы достарыңыз бар ғой, там пиво, шарап, марап, там сыра ішетіндер да мысалға. Олар кешкісін күндіз ішпейді ғой, кешкісін ішеді.
сонда олардың айтатын сылтаулары қандай? Шаршадым, стресс. Демек напряжение снимать ету керек. Иә. Адамның ағзасы адаммен басқа тілмен сөйлеседі ол. Мысалға, егер де адамның ағзасы мұзды қажет ететін болса, бывает же вот такой вот прям мұзда ішкің келіп тұрады, или мұз шайнағың келіп отырады. Ол не деген сөз? Ол саған мұз керек деген сөз емес ол. Сенің ағзаңа железо жетіспейді. Егер де мысалға сенің ағзаң мучной жегісі келіп отырады, кей кезде бір печенье жегің келеді, там выпечка жегің келеді, сумен, хлебом не корми, тамақ бермесең де печеньемен выпечка болса болды сол. Ол не деген сөз? Ол саған выпечка керек деген сөз емес ол. Ол сенің ағзаңа витамин B2 жетіспейді деген сөз. Рибофлавин жетіспейді деген сөз. Дәл осы сенің ағзаңа стресс, нагрузка, усталость деген сөз. Сенің ағзаң маған түн ұйқы жетіспейді деген сөз. Түн ұйқы жетіспейді деген сөз. Бірақ адам оны ойлайды да, мен алкогольді қазір ішіп жіберемін дейді да, сосын ұйықтаймын дейді. Бірақ в итоге какой мы получаем результат? Әңгіме жоқ, сен бір бокал ішіп ұйықтай қойсаң, зияны жоқ. Бірақ біздікілер өлгенше дейін ішеді ғой, пока алкоголь оны ұйықтатсамайынша ішеді ғой. Мысалға сен 3-4-5 бокал ішсең, сен уже ұйықтай алмайсың. Неге? Өйткені сенің ағзаң алкогольдің кесірінен оның ағзаңдағы циркадтық ритмнің фазасы бар еще. Фазасы ығысып кетеді бүйтіп. И соның кесірінен сен үйге келесің да, мынандай көзбен жатасың бүйтіп. Ұйықтай алмай. Бәрі содан басталады. Сенің ағзаң сырамен шарапты, арақты талап етіп жатқан жоқ. Ұйқыға бар деген сөз ол. Және дәл сол статистика бізбен Қырғызстанда анық көрсетілді. Меніңше көптеген біздің көрермендер үшін қызықты болатын ақпарат, бірінші кезекте статистика. Жалпы бүгінгі подкастта терминдер мен сандар көп болды. Мен өзім гуманитарий ретінде сандардан қашам. Менде барлығы визуалды түрде сақталады жадымда. Мысал ретінде көшелердің атауы, білмеймін, ми автоматты түрде өзі сондай информациядан қашады. Көшелердің аты жатталмайды, сандар жатталмайды, телефон нөмірлері жатталмайды, туған күндер жатталмайды. Бірақ визуалды түрде өз көзіңмен не көрдің, бір жасыңнан бастап. Сол әр күн, әр айың есіңде болады да. Яғни мен айтқым келген бүгінгі тақырып жалпы біздің көрермендер үшін қызықты болды деп ойлаймын. Жаңағы осы мына уақыттық белдеуге байланысты жаңағы жұмыс тобының жұмысы туралы бір-екі ауыз сөз айта кетейін деп едім. Неге? Өйткені қазір шу шығып отыр ғой, ана петиционерлердің ішінен бізге сөз бермеді, бүйтпеді, сөйтпеді деп. Бірақ бар ғой, ана орыста айтады ғой, орыстарда. В чужом глазу соринку увидел, в своем бревна не замечает дегенде. Жаңа бірінші отырыста олар сөйлеген кезде біз 2,5 сағат оларға еш кедергі жасамай тыңдадық біз оларды. Кейбіреулер регламент 10 минут болса да, кейбіреулер 40 минутқа дейін сөйледі ғой. Үндеген жоқпыз. Бәрін шыдап, сабыр сақтап тыңдадық. Сосын екінші отырыста енді біздің кезек қой сөйлейтін енді. Олар сөйлеп болды, енді біз сөйлеуіміз керек. Примерно солайға. Енді мен жаңа дайындалмаймын, әкесін танытып тұрып. Материал жинап, 9 бет текст жазып, қазір 40 минутта оқып берем деген адаммын ғой. Келдім да, енді менің кезегім шыққан кезде регламент 5 минут деп қалғанбыз ғой. Мен мынаны 5 минуттың ішінде қалай оқып шығам бәрін деп. Резко тек. Енді өзім жазғандықтан қай сөйлем қай жерде тұрғанын бәрі білесің ғой енді. Резко оқып шықтым да, и қалғандары да солай мысалы. За единственным исключением жаңағы обращение Международного альянса, где вот Тилер Ойнеберг, которые подписывали, соны зачитать полный текст, чуть побольше времени нужно было для другого спикера. Соған шуламай ма? Бізге сөз бермеді, туда-сюда, сұрақ бермеді, сұрақ қоюға бермеді деп өтірік шынымды айтайын мысалға. Мен өзімнің көзіммен көрдім ғой, олар қалай болды. Единственное исключение былай болды. Балаган болып кетпес үшін, мысалға менің уақытым келді ма, офлайн іште отырған адамдарда сұрақ бар ма деп мен ойлағам ғой, қазір сұрақ қоям деп.
отырған адамдарға. Мен келіп отырып, я сұрағым бар деп. И жаңағы сұрақты бастай берген кезде метод, вы, говорит, кажется, что-то перепутали. Вопросы к тем спикерам, которые сегодня выступали, дейді да. А, нет, тогда нету, дедім. И сөйтіп маған сөз бермей қойды да. Хотя я вроде бы, ну, с логической точки зрения, вместе с ними в одной лодке, да. Но даже этого не дали. А оларға мысалға сұрақ берген кезде, не берген кезде, рет-ретмен берген кезде. Мысалға Арман келе ма, условно. Арманға айтады. Короче, Арман бүйтесің. Барлық сұрақтарыңды қазір қойып тастайсың. Минздравқа мынандай сұрақ, Минэнергоға мынандай сұрақ, Минсельхозға мынандай сұрақ. Потому что потом мы тебе второй раз мүмкіндік бермейміз деп. А олар не істегісі келді? Сұрақ қойды ма, жауап келді ма, дискуссия қылып тастағысы келіп тұрды да, ананы базар вокзал аэропорт. Тоқтай алмай қалады. Тоқталмайды, неуправляемый қылып. И соған солар келіскісі келмей, сондай шу шығарып жатыр да. Хотя әрқайсынан бір кем дегенде қателеспесем, ең көбі қойылған, по-моему, 5 сұрақ болды. 5 сұрақ болды. И 100% сұрақ қойды деп айта алмаймын, бірақ примерно 80% адам, жаңағы ана жақтың адамдары, петиционерлері сұрақ қойды. Бірақ көріп отырсыздар ма, қандай шулап жатқанын. Олар мысалға, біз 40 минут сөйледік, а олар 5 минут сөйледі деп олар айтпайды оны. Олар почему-то оны айтпайды. Зато бізге сөз бермеді деп, мысалға, олар ойлаған ғой, что бізді қазір келіп тағы да бір 40 минуттан сөйлейміз деп. Қарақтар, менде оны соза беретін, енді адамның уақыты да бар, оны да сыйлау керек қой. Соны айта кетейін деген. Енді бізде кейде регламентқа келтіретін дүниелердің өзі де балаган болып кететіні бар. Сондықтан меніңше басты плюс және басты тактика десек болады, ол әлеуметтік желілер арқылы ойыңызды жеткізу. Сондықтан да жалпы бүгін сізге келгеніңізге рахмет айтқым келеді. Және нелерді, шортстарды, қысқа TikTok, Reelsқа салатын моменттерді сізден де ұсыныс күтем. Себебі шынымен де көбірек адам көргенін қалаймын. Рахмет. Біз әр подкасттың соңын, арнамыздың аты жақсы болады, әр подкасттың соңын спикерге сөз береміз. Яғни сіздің сөйлемеңіздің соңғы 2 сөзі жақсы болады деп аяқталу қажет. Сондықтан сөз кезегі өзіңізге, ол біздің көрермендерге бір ұсыныс, мүмкін бір тілек болуы мүмкін, бірақ ең бастысы осы 2 сөз. Мақтанғандай болмайын, просто адам баласы тыңдап отқан бәрі түсініп отырсын да, не үшін жасалып жатқаны. Кезінде мысалға мына циркадтық ритмдерді зерттеген кезде 2010 жылы мен Санкт-Петербургта Международный форум по промышленной безопасности дүние жүзіне паш еткен өзімнің жобамды. Сонда British Petroleum қызығып, сол жұмысқа мен Америкаға шақырмақшы болған. Мен оларға отказ бердім, сосын басқа инвесторлар келді. 3 рет па ұсыныс жіберді. Барған жоқпын. 3-ші рет келген кезде маған бедеді ғой. Короче, мое последнее предложение. $14,5 миллионов это только за твое согласие. Просто сенің я дегенің үшін. Подписной бонус. Просто я дегенің үшін $14,5 миллион. Үй алып береміз, жұмысың бар болады, машина, не керек, бәрі, дүние жүзін, не керек, бәрін әкеліп береміз. Просто Америкаға келесің, жұмыс жасайсың, Американың туын көтересің. Болды. Шынын айтайын, қатты қиналдым бар ғой. Кәдімгідей сынақ болды маған, кәдімгідей. Әр ойландым, бер ойландым, барайын ба, бармайын ба деп. Ну, очень заманчивое было предложение. Очень заманчивое предложение. Мбаппе сияқты болып кеттік қой. Сонда әкем айтады да, ақша деген ол келмелі кетпелі дүние. Еліңді сатпаш еш дейді да. Сен ата-бабаң, сен батырдың ұрпағысың. Мен мысалы Есет батырдың ұрпағымын мысалы. Қармыс батырдың ұрпағымын. Сонда сенің ата-бабаларың осы жер үшін қан төккен, соларды сатпақшысың ба дейді да. Намыстан ұстады ғой сразу папамыз. Сол кезде резко тоқтап қалдым да,
сонда бармаған адаммын. Өзімнің сосын Италияға шақырды, Германияға шақырды, барған жоқпыз, елімізде қалдық. Сенбеген адамдар болса, қазақша қуат әмір деп Гуглдан шықса, Forbes-тың статьясы бірінші шығады, содан оқып шығуға болады. Сонда айтайын дегенім, барлық өзімнің жасап жүрген жұмысымның бәрі ол Қазақстан халқы үшін жасалып жатқан нәрсе. Менің өзімнің балдарым да өсіп келе жатыр. Кішкентай бөбелерім бар. Жаман болсын, зиян болсын деп істеп жатқан нәрсе емес ол. Керісінше, сіздің барлығыңызда балдарыңыз бар деп ойлаймын. Солар үшін жасалып жатқан нәрсе бәрі. Менің әрі кетсе бір 20 жыл өмір сүрем ба, сүрмеймін ба, Құдайдың бір өзі біледі. Сондықтан бәрі біздің балдарымыз үшін жасалып жатқан нәрсе. Сондықтан бәрі де жақсы болады. Керемет. Сізге көп рахмет. Біздің оқырмандардан сұрайтыным, өз пікіріңізді білдіріңіздер. Осы роликпен бөлісіңіздер. Таңертең ерте тұрып жүрмін, күн ерте батып жүр, үйтіп жүр, бүйтіп жүр дейтін ағайын тума жекжаттарыңызға, WhatsApp-тарыңызға жіберіңіздер кем дегенде. Бұл жақсы бағдар арнасы. Сізге көп рахмет. Бәрі жақсы болсын.